Каналға қош келдіңіз. Лайк басып пікір білдіруді ұмытпаңыз. Өмірдің нәзік әрі ауыр таразысы таңдау мен жауапкершілік. Бірі жолды айқындайды, екіншісі сол жолдың салмағын арқалатады. Біз адам баласы осы екеуінің қайсысы қиын деген сұрақтың айналасында өзімізбен іштей күресеміз. Таңдау жасау ма қиын? Әлде сол таңдаудың салдарын мойындап, жауапкершілігін көтеру ме ауыр? Шын мәнінде бұл сұраққа жауап адамның рухани көзімен қараған кезде ғана айқындала бастайды. Рух үшін екеуі де жеңіл, себебі рух мәңгі, тұтастықта. Ол таңдау жасамайды, ол біліп тұрады, ол жауапкершіліктен қашпайды, себебі ол бәріне дайын. Ал адам ше? Адам шексіз мүмкіндіктің иесі болса да, өзінің шексіздігін ұғына алмаған жаратылыс. Ол күмән мен қорқынышқа шырмалып, болмысының шынайы қуатын ұмытқан. Сол себепті де таңдау да оған ауыр, жауапкершілік те оған зілдей. Ақиқат мынада: адам өзіне рухтың көзімен қарамаса, ол өмірдің сынағына үнемі әлсіз келеді. Бірақ бір сәтке болсын ішкі тұнықтығына үңіліп, рухтың үнін ести алса, онда оның алдында ешқандай таңдау ауыр көрінбейді. Ешбір жауапкершілік батпан болмас еді. Себебі біз рухпыз. Оның жолымен жүрген адам тағдырдың емес, тағдыршыл жаратушының үнімен үндес өмір сүреді. Сонда ғана адам таңдау жасай отырып та жеңіл жауапкершілік арқалап жүріп те еркін бола алады. Өмірдің мәні оны күрделендірмей, шынайы болмысыңмен қабылдай білуіңде. Себебі өмір шешуі жоқ жұмбақ емес, оны күрделендіріп тұрған біздің өзімізге жүктелген артық мағына, жалған ауыртпалық. Күлкі шақырған уақытта күл, өйткені күлкі жүрегіңнің тынысы. Ол рухтың жеңілдігін еске салады. Еркін бол, себебі еркіндік табиғи күйің. Өзіңе шын адал болғанда ғана өмірдің ағынымен үндесе аласың. Бала болатын жерде бала бол, себебі балалық ақылдың жетілмеген шағы емес, жүректің шынайылығы. Дана болатын жерде дана бол, өйткені даналық көп білу емес, әр сәттің қадірін түсіне білу. Тек бір кейіпке қатып қалма. Өмір қозғалыс, ағыс, үздіксіз өсу. Тұрып қалған су бұзылады, ал ағып жатқан өзен тазарады. Шын мәнінде өмір ол жүрекке адал, санаға айқын күйде өмір сүретін мекен. Сол үшін өзіңе рұқсат бер. Қуану арсыздық емес, ойнау жеңілтектік емес, үндемеу әлсіздік емес, жылау әлсіз рухтың белгісі емес. Бар болғаныңмен өмір сүр. Себебі өмірдің өзі де саған дәл соны сұрап тұр. Өзіңді өзің қолыңмен тұрғызған тар шеңберге қамап қойма. Сенің болмысың кеңістікке сыя алмайтын, шексіздікті аңсаған рухтың үні. Кеше сені қорғаған шекара бүгін сені тұншықтыруы мүмкін. Сол үшін қорған болғанды түрмеге айналдырма. Өзің жасаған қорқыныштар, менің шама мөлшерім деген жалған ұғымдар, бұлар сенің емес, сен туралы елестің ғана құрсауы. Аспандай бол, кең, биік, шексіз. Өйткені сенің шын болмысың биікте. Аспан өзі ештеңе жасамайды, бірақ бәрін сыйғызады. Сен де дәл солай шексіз болмыс иесісің. Тек өзіңе рұқсат бер. Сен өзің ойламағаннан да әлдеқайда кеңсің. Сенің ішкі шекараң, сенің ішкі шексіздігіңе ешбір тар шеңбер лайық емес, дейді сіздің рухыңыз.